Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода миға пайдалы 6 тағаммен және де миға ең қауіпті тағамдар тізімімен таныс боласыздар. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мидың жұмысын кейбір тағамдарды қолдану арқылы жақсартуға болады. Май біздің миымыз үшін ең пайдалы тағам болып саналады. Тамақтану миымыздың жұмысына және дамуына бүкіл өмірімізге және денсаулығымызға үлкен әсер етеді. Метаболизм арқылы өндірілетін барлық энергияның 20% миға кетеді. Сондықтан оны қажетті тағамдармен тамақтандыру өте маңызды. Ал миға ең қоректік заттар бұл май қышқылдары. Омега-3 және омега-6 бұл мидың дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет май қышқылдары. Зерттеулер көрсеткендей, бұл май қышқылдары депрессиямен күресуге және эмоционалды жағдайды тұрақтандыруға көмектеседі. Біздің денеміз омега-3 пен омега-6-ны өздігінен өндірмейді, сондықтан оларды рационға қосу маңызды. Ендеше, біздің миымызға қажет 6 тағаммен таныс болыңыздар. Біріншіден ол лосось. Лосось омега-3 май қышқылына бай. Барлық қоректік заттарды сақтау үшін оны бумен немесе грильмен пісіру керек. Екіншіден ол авокадо. Авокадо ақыл-ой белсенділігіне пайдалы әсер етеді. Сонымен қатар мидың дұрыс жұмыс істеу үшін қажет. Жаңғақтар мидың жұмысында маңызды рөл атқарады. Өйткені құрамында қанықпаған май қышқылдары мен Е дәрумені бар. Бадам және грек жаңғағы когнитивті бұзылулардың алдын алуға көмектеседі. Ал жұмыртқалардың құрамында В4 дәрумені бар. Сонымен қатар ол есте сақтау және жүйке жүйесін жақсартуға көмектеседі. Келесі миға пайдалы тағам ол зәйтүн майы. Зәйтүн майы есте сақтау қабілетін жақсартуға көмектеседі. Ал кокос майы бұл біздің ағзамызға жеңіл сіңетін және салмақ жоғалтуға көмектесетін май қышқылдарының ерекше класы болып саналады. Бірақ ең бастысы бұл қышқылдар жүйке жүйесін қалпына келтіруге көмектеседі. Ендеше миға ең қауіпті тағамдар тізімімен таныс болыңыздар. Атап айтқанда, күнделікті тәтті тоқаштар мен газдалған сусындарды тұтынудан бас тарту керек. Өйткені олар мидағы қабынуды және жүйке жасушаларының зақымдалуын тудыруы мүмкін. Сондай-ақ ащы тағамдар мен дәмдеуіштерді қолдануды шектеу керек. Бұл ақыл-ой қабілеттерін төмендетеді және есте сақтау қабілетіне де теріс әсер береді. Қуырылған тағамдар мен фастфуд мидың белсенділігін төмендеуіне әкелетін транс майлардың көп болуына байланысты миға қауіп төндіретін тағамдардың бірі болып табылады. Сонымен қатар шұжықтарда, ет өнімдерінде және ірімшікте көп мөлшерде кездесетін консерванттар, тұз және қаныққан май қышқылдары ми үшін өте қауіпті екені анықталды. Олар мидағы қабынуды тудырады және қан тамырларына зақым келтіреді. Құрметті достар, осымен бұл видеода миға пайдалы және ең қауіпті тағамдар тізімімен таныс болдыңыздар. Егер де видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.